Ассалаумағалейкум алашелі, қайырлы күн Қазақстан. Тікелей эфирде жаңа толқын ақпараттық сауықтық бағдарламасы. Сәлем, біздің сүйікті телекөрермендер, сағат тілі 16:00. Біз сіздермен бірге тікелей эфирде қауышқанымызға қуаныштымыз. Бүгінгі эфир тізгінде мен Айтпай Айдар және менің әріптесім Рыскүл Досжанова. Рыскүл, жалпы сен өзің қанша уақытта театрға жиі барасың? Мен енді әрбір театрдағы премьерадан, әрбір қойылымдардың өзіме ұнайтын жанр жағынан қойылымдардан қалмауға тырысамын. Оны неге сұрадың? Мен сені бүгін кешке біздің осы аудандағы Сейтметов театрында болып жатқан премьераға шақырғым келеді. Мәссаған, мен кешегі бір премьерасына үлгере алмадым деп мұңайып отыр едім. Бұл өзі бір ерекше қуанышты жағдай болды ғой. Ал сен әлемдегі ең ерекше театрлар туралы естіпедің? Я, естігем. Ендеше осы театрлар жайында көрермендерге құлақ қағыс етейік. Сидней опера театры әлемдегі ең танымал 5 ғимараттың бірі. Сыртқы пішіні желкені көтерілген кеменің мүсіндік пішінінде салынған. Театр орнында бұған дейін трамвай депосы, ал одан ертерек ескі бекініс болған екен. 1973 жылы ресми түрде Ұлыбританияның патшайымы Елизавета II өзі арнайы келіп ашқан екен. Ал Парижде Париж операсы Гранд опера деген атаумен де танымал. Ол 19 ғасырдың орта тұсында Наполеон III патшаның бұйрығымен салынған екен. Театрда католиктік Рождество, жаңа жыл және 1 мамыр мерекесінен басқа күндері экскурсия жасауға болады. Келесі керемет театрымыз МЕТ деп қысқартылған Метрополитан опера театрының іргетасы 1880 жылы құрылған. Алайда қазірде театр ғимараты Линкольн орталығында 1966 жылы орналасқан. Ғимарат Лембург пен Мейлдің мүсіндері, Шагалдың фрескалдары, сонымен қатар көрнекті суретшілердің портреттері де бар екен. Ғажап, ендеше осындай әлемнің ең бір ерекше ғажап деген театрларынан кем түспейтін біздің Түркістандағы Райымбек Сейтметов театрында кеше ғана өзің айтқандай бір ерекше қойылымның ашылу салтанаты болған еді. Ендеше сол ашылу салтанатта біздің әріптесіміз барған екен. Келесі бейнематериалға назар аударайық. Театр өмір айнасы. Қай кезеңнің де бейнесін боямасыз көрсететін өнердің шыңы. Райымбек Сейтметов атындағы сазды драма театрында Метрампаж деген не қойылымының премьерасы өтті. Трагикомедия қарымды қаламгер Александр Вампилов шығармасының желісі бойынша дайындал. Қазақ тіліне аударған белгілі актер Тұңғышбай Жаманқұлов. Қойылымды алудағы себебіміз бұл жерде мақсат адамның білсе екен, білімге, көп нәрсені білуге құштарлық арттыру негізі. Метрампаждың не екенін білмей, қойылымдағы кейіпкерлердің бәрі адасады, шатасады. Өзінің шынайы ішіндегі қандай адам екендерін білдіріп қояды. Соңында кейіпкер айтады: жастар, оқыңдаршы, біліңдерші, үйреніңдерші, біліңдерші дейді. Сол жайлы қойылым. Бұл әзілде бүгінгі ұрпақ санасын сілкінтетін салмақты ой жатыр. Қойылымда ащы астар мен қалжың араласа өрбіген. Оқиға желісі қонақ үйде болған жағдайлармен көрсетіледі. Кейіпкерлер жаңа метрампаж деген сөздің мағынасын түсінбей, талай қиындықтарды басынан өткізеді. Сатираға жақын бұл трагикомедия шым-шытырық оқиғаға ұласып, біраз адамның арсыздығы мәлім болады. Бұл жерде негізі Нұржан Истаев режиссеріміз, екеуміз ақылдасып, бұны бір басқаша бір қырынан көрсетейін дедік. Сахналық шешімінде. Әйтпесе көп театрларда ол былайша айтқанда плоский дейді ғой. Плоский сахнада жалпы жаңағы шеңбер жасап, сосын көрермендермен жаңағы қимыл іс-әрекетін көрсетіп, оны жаңағы комедиялық шешім солай шештік енді. Енді Құда қаласа осы көрермендерге былайша дұрыс баға берер деген ойдамыз енді. Киелі қара шаңырақтың төрінде сахналанған туынды көрермен көңілінің кілтін ашты. Әртістер халықтың ыстық ықыласына бөленді. 1,5 сағат шамасына арналған қойылым 30 қараша күні қайта сахналанбақ. Құрметті көрермен, біз сіздермен бірге тікелей эфирде екенімізді естеріңізге саламыз. Әрі сіздердің кері байланыстарыңыз біз үшін өте ерекше. Сондықтан да біз көрерменмен кері байланыс орнатудың жаңа тәсілін ұсынбақпыз. Бүгін күн сауалы ретінде, бүгін айтпақшы, үй жануарларының күтіміне арналған күн екен. Сіз үй жануарын үйде ұстайсыз ба? Оларға қаншалықты көңіл бөлесіз? Осы туралы айтар ойыңыз болса, үй жануарыңызбен бірге бір қызықты естеліктер болса, күлкілі сәттер болса, біздің экранда көрсетіліп тұрған нөмірге бізге жазсаңыздар болады. Біз бүгін соны оқып, сіздермен бөлісетін боламыз.
Жалпы енді өзің Рыскүл үй жануары демекші, үй жануарын қаншалықты ұнатасың? Мен мысықтарды қатты жақсы көремін, өте қатты жақсы көремін. Әрі жыл сайын олардың екпесін, дәрісін алып тұруға да тырысамын. Жалпы осы үй жануары демекші, қазіргі таңда әлеуметтік желілерде мынадай видеолар кеңінен таралған екен. Үй жануарларының түктерін тазартып, ол түктерінен өзіне ұқсайтын тағы бір қолөнер шеберлері жалпы кішкентай мүсіншелер жасайды екен. Мәссаған. Демек, өзінің түктерінен өзіне ұқсайтын бір мысықты жасап шығуға болады. Дәл солай. Енді мен саған ондай жануарлардың түгінен деп айтпаймын. Жалпы енді өзің қолөнерге қаншалықты жақынсың? Әрине, біз енді бала күнімізден апаның, әженің қолында өскеннен кейін олардың күнделікті ұршық ұстағанын, кәдімгі жіп үйіргенін бәрін көзімізбен көріп өстік. Сондықтан да бізге қолөнердің ауылы алыс емес. Халқымыздың қолөнері ұрпақтан ұрпаққа мұра болып келе жатқан ұлттық мәдениетіміздің ажырамас маңызды бөлігі. Қолөнер түрлерінің өн бойында халықтың материалдық және рухани болмысы көрініс тапқан. Бұлай деуімізге басты себеп халықтық қолөнер еліміздің тұрмыс жағдайынан, материалдық жай күйінен ғана емес, эстетикалық талғамынан, тарихымен, танымнан, түсінігінен де мол хабар береді. Ұлттық мәдениет үлгілерін оқып үйрену кейінгі ұрпаққа мұра етіп сақтауға, бүгінгі тұрмыс тіршілік әлеуметтік жағдайларға сай қолдана білуге үлкен мүмкіндіктер береді. Қазақ халқының ата-бабасынан мұраға қалған бұл қолөнер түрлеріне халықтың музыкалық аспаптарынан жасау, ат абзелдерін дайындау, киіз үй тігу, киіз басу, үй үшін жабдықтау, қару-жарақ саймандарды әзірлеу, кілем тоқу, зергерлік, ұсталық және тағы да өзге өнердің барлық түрін жатқыза аламыз. Көшпенді халықтың киім тігуде қолөнердің бір түрі болып саналады. Байырғы, түркі, қыпшақ тайпаларында киімдерді ұлттық киім элементтерінің көрініс табуы олардың шығу, даму тарихының тереңдігімен хабардар етеді. Өйткені халқымыздың ертеде мал, егін шаруашылығымен, аң шаруашылығымен, балық аулаумен айналысқаны белгілі. Осыған сәйкес, ежелден дамыған қолданбалы безендіру өнерінің материалдық негізі үй жануарларының 4 түрлік малдың сүйектері мен терілерден, ағаш пен металдан жасалған екен. Осындай тәуелсіз елдің анасы біздің қаламызда да өтіп жатқан екен. Ол жаққа біздің әріптесіміз барып қайтқан. Ендеше келесі сюжетке назар аударайық. Нұрдәулет, эфирдесің? Рахмет әріптестер, қазір біз Фараб кітапханасында тұрмыз. Мұнда Түркістан әкімдігінің қолдауымен ұлттық фестиваль өтіп жатыр. Фестивальдің атауы тәуелсіз елдің аналары деп аталады. Бұл фестивальдің мақсаты айқын. Ұмыт қалған салт дәстүрлерді қайта халықтың есіне түсіру және өскелең ұрпаққа патриоттық сезімді орнықтыру болып есептелінеді. Ендеше бүгінгі шараның басы қасында жүрген ұйымдастырушы апайларымыздан сұхбат алайық. Бүгінгі болып жатқан шараның жалпы мақсаты, мазмұны, жалпы не тақырыпта болып жатыр, сол төңірегінде кеңірек айтып берсеңіз. Армысыздар, құрметті. Түркістанда аңыз қаланың, киелі қаланың ең жақсылары біздің Түркістан қаласының төрінде бүгін салт дәстүрімізді дәріптейтін ата-бабамыздың аңсап жеткен тәуелсіздігінің арқасында осындай бір үлкен шара өтіп жатыр. Ол шараның мақсаты өскелең ұрпаққа салтымызды, дәстүрімізді, ата-бабамыз қандай табиғи тамақтар жеген, қандай заттар жасаған, қандай аттарменен қымыз қымыранды сапырып ішіп, асқазандары, денсаулықтары мықты болған, соның барлығын біз өскелең ұрпаққа бергіміз келеді. Аналардың атынан, аналар алқасының атынан мен осы шараны ұйымдастырып, қаланың әкімімен бірлесіп, керемет шара болғалы отыр. Бұған атсалысып жатқан келіндер 20 жас пен 50 жастың арасындағы аналар, олар өздерінің қолөнер шеберлерін баяғы ата-бабамыздың ұмыт қалған ежегей жасап, қауынға құрт жасап, сүйек, жермен тартып, көбе пісіп, келі түйіп, соның барлығы біздің ата-бабамыздың жасаған заттары. Одан қалса кейбіреулері көрпе тігіп, көктеп, одан жаңағы тағы да кілем тоқып жатыр. Біреусі жаңа технологияменен жүнден пальто жасап жатыр, сырмақ жасап жатыр. Оның бәрін жас ұрпақтарға сабақ беріп отқан, осы жерде көрсетіп, бүгін оқушыларды да осында жинадық. Қыздар көрсін,
болашақ аналар, болашақ әйелдер деген мақсатпенен біз салт дәстүрімізді ұмытпауымыз керек. Тілімізді, дінімізді біз киелі қасиетті Түркістанның ұрпақтары осыған лайықты болу керек. Сол себептен осындай шараларды көбірек өткізуіміз керек. Бұл шаралардың көптеп ұйымдастырылуы қоғамға берері көп. Қазір менің арқамда сахнада қысқаша үзінділер көрсететін боламыз. Ендеше сахна үстіне назар аударайық. Бүгінгі атқарылып атқан жобада жалпы келіп, қонақ болып, тамашалап, ұлттық рухты жетелейтін бұл секілді бағдарламаға келген біздің Ырсапамыз да бар екен. Ырсапа, бүгінгі бағдарламаға келдіңіз, бүгінгі фестивальге келдіңіз. Бұл секілді фестивальдердің көптеп орындалуы жастарға не береді? Бұл фестивальдар айналайын енді қазақы салт дәстүрді өтіп жатыр қазір. Біз заманымыздың өзгергеніне байланысты біз қазақтың салт дәстүрін жоғалтып алайық деп жатырмыз. Елбасымыз кеше рухани жаңғыру, қазақтың салт дәстүрі дегенде заң қабылдап осы салт дәстүрді алға қоямыз деп атсалысып жатыр. Бірақ ештен кеш жақсы деп біз көп жерде салт дәстүрді жоғалтыңқырап алдық. Бірақ мынау енді қазір ересек адамдардың жоқтығына байланысты, мына ұлжандай адамдардың осы кісілердің болуына байланысты салт дәстүрді алға қойсақ деген мәселеміз бар. Өйткені біздің жастарымыз, мына жас қыздарымыз келешекте біздің қазақтың анасы, бала тәрбиелейтін, Құда қаласа, осылар біздің жолымызды алып жүретін жастар. Сол себептен қазір мен өзім 83 жастамын. Осы өмірімнің 20 жылын қазақтың салт дәстүріне бағыштап жатырмын. Үйімде 2 бөлмеде музейім бар. Кеше Оралбай Абдыкаримов келіп, Астанадан келіп көріп кетті, өз бағасын беріп кетті. Бүгін қатыс деген, бірақ мына мәуліт болуына байланысты мен бұған келе алмадым, қатысамадым. Бірақ мен жастарға барлық өзімнің білетінімді, мен қазір 83-те болғаннан кейін мен үлкен 16 жаста тұрмысқа шыққам. Сол кезде менің енемнің енесі болатын. Сол кісілердің көмегімен мен қаланың қызы болсам да көп нәрсені үйрендім. Сол білгенімнің бәрін осы жастарға үйретсем деп алға қойып жүрген мақсатым бар. Қаланың құрметті азаматымын. Қазір мына жерде іс-шарада болып жатқан заттардың барлығы мен көбісіне үш қыздардың жасауын тігемін, сосын жәдігер жинаймын. Жәдігер деген білесіздер, ол біздің өтіп кеткен ана шешелеріміздің, енелеріміздің дүниелері. Соны жаңағы жинап, жастарға көрсетемін. Дұрыс, бұл жасалып жатқан істеріңіздің мақтауға лайықты іс екенін білеміз. Жастарға көрсетіп, олардың бойына ұлттық тәрбие сіңдіру, сіз секілді ақ жаулықты аналарымызға бір ерекше істердің бірі. Ендеше алдағы істеріңізге сәттілік тілейміз. Құрметті телекөрермендер, бұл қазіргі болып жатқан фестивальде жас баладан үлкен ақсақалды қария апаларымызға шейін жиылған. Рахмет әріптестер, ендігі сөз кезегі сіздерде. Бүгінгі болған шарадан жеңімпаздары, шара қатысушылары бүгінгі біздің студиямызда болады. Әріптестер, ендігі сөз кезегі сіздерде. Рахмет әріптес. Жалпы бүгін Рыскүл біздің елімізде, жалпы әлемде қандай күн екеніне тоқтала кетсек. Біз бағанағын айтқан болатынбыз, құрметті көрермен, естеріңізге қайтадан саламыз. Біздің WhatsApp нөмірге немесе Instagram желісіне бізге кері байланысқа, яғни біздің қойған сауалға жауап жасаңыздар болады. Үй жануарларын ұстайсыз ба, қандай бір қызықты естеліктер бар, біз сіздерден кері байланыс күтеміз. Бүгін дүниежүзілік үй жануарлар күні аталып өтіледі. Ол өткен ғасырдың басында құрылған болатын. Мерекенің мақсаты Айдар үй жануарларын ұстау мен қамқорлық жасау мәселелеріне назар аударту. Ең бастысы оларға зәбір көрсету жағдайларын болдырмау және оған қарсы күресу. Өкінішке қарай мұндай жағдайлар жиі болып жатады. Сол сияқты әлемдегі үйсіз, күйсіз жануарлардың мәселесі ерекше назар аударуды талап етеді.
Сондай-ақ бүгін 30 қараша халықаралық ақпаратты қорғау күні. Мереке вирусқа қарсы бағдарламаларда күрделі құпия сөздерді орнату қажеттігін еске салады. 1988 жылдан бері өткізіліп келеді. Желідегі ең алғашқы ауқымды вирустық шабуыл осы жылы қараша айының басында жасалған екен. Ол Моррис құрты деген атауға ие. Вирус ақш-тағы 6000-нан астам адамның компьютерлік жүйесі мен оның жұмыстарын зақымдаған. Осылайша Моррис құрты $100 миллион мөлшерінде қаржылық шығын келтірген екен. Мәссаған, біз кезінде осы ноутбук сатып алған кезде міндетті түрде антивирус орнату керек, осы вирустан сақтау керек деген сияқты түрлі бір пікірлерді естіп жататын едік. Енді бүгінгі күн сауалын тағы да естеріңізге саламыз. Үй жануарын ұстайсыздар ма, оларға қандай күтім жасайсыздар? Менің бір құрбым кәдімгідей үй жануарын ұстап, оны ай сайын екпеге апарып, оған түрлі дәрумендер, мысығының мойнына кәдімгі бір алқасын тағып, киім де тігіп беріп жүретін еді. Сіздердің де осындай бір кері байланыстағы бір естеліктеріңізді, сұрақ жауаптарыңызды күтеміз. Жалпы Рыскүл, сенің өзіңе қандай жануар ұнайды? Енді маған мысық ұнайды, итті де жақсы көрем, жалпы қай-қайсына болсын, біздің бойымызда, бізді Құдай адам қылып жаратқан соң, біздің бойымызда бәріне деген махаббат бар. Сол махаббатты біз енді жануарларға зәбір көрсетпей, керісінше қамқорлық жасауымыз керек. Мен енді жалпы өзім үй жануарларынан, енді үй жануар деп айтуға болатын, осы тоты құсты жақсы көреді екен. Мен негізі құстарды көбірек ұнатам. Одан бөлек тағы аулада осындай арнайы құстарға орнатылған орында мен өзім кептерлерді асырап ұнатам. Кептерлерге кептермен кәдімгі десем білесің бе, кептерлерді бұрынғы заманда немістер, кәдімгі фашистердің өзі оларды солдат ретінде қараған. Тіпті солардың ішінде ең жылдам ұшқан кептерлердің өзіне байқау ұйымдастырылып, хатты ең жылдам жеткізген кептер деген сияқты, генерал кептер деген сияқты атақ беріп, оларға медальда таққан екен. Дәл сондай сияқты кептерлерден бөлек тағы үкілерді пайдаланғаны біздер белгілі. Одан бөлек жаңағы қыран, қазіргі таңда осы қыран құстарды көбірек дрондарға қарсы пайдаланады. Америкада. Мен осы жақында ғана қызықты мәліметтер топтамасынан соны өзім көзім шалып қалған болатын. Қалай қызық, уақыт өтіп, енді қырандар бұрынғыдай түлкіге емес, қыран бүркіт не алмайды салса баптап деуші еді, енді олар дронды алып жүрген екен. Құрметті көрермендер, эфирде жаңа толқын ақпараттық сауықтық бағдарламасы, біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Құрметті көрермен, біздің қонақжай студиямыздың алғашқы қонағы да келген екен. Ендеше сіздермен таныстырайын. Оғылжан Халықбердиева, ұстаз, музыкант, зейнеткер. Қош келдіңіз, апай, көңіл күйіңіз қалай? Рахмет, өте тамаша. Сендерді көріп, өте қуанып. Мына жерді көріп, көңілім көтеріліп, сондай жақсы, тамаша көңіл күйде отырмын қазір. Жалпы енді барлық нәрсе білімнен бастау алатыны белгілі. Жалпы өзіңіздің қайда білім алдыңыз? Мен Кентау қаласында 1959 жылы бірінші классқа барғанмын. Сол 69 жылы сол жерді Ыбырай Алтынсарин атындағы мектепті бітіріп, сол 69 жылы Шымкент қаласындағы Мәдениет институтына оқуға түстім. О жерде музыка пения деп айтады. Сол мұғалімдерді дайындайды о жерде, бастаушы класстарға қалай сабақ беру керек, ән-күй сабағынан. Сол факультетті бітіріп, 69 жылы түсіп, 73 жылы бітіріп, ол кезде біздің вақтымызда дипломды алу үшін 2 жыл жаңағы жұмыс істеу керек. Сосын барып жаңағы бізге диплом беретін. Сол дипломды алу үшін мені сол Шымкентте бітіруменен Түркістан қаласына педучилищеға 2 жылға жұмысқа жіберді. Сол жерге келіп 1973 жылы мен жұмысымды педучилищеден бастадым. О жерде музыка әдістемесі, музыка теориясы, сосын жеке сабақ, сондай сабақтардан сабақ беріп келе жаттым. Сол
енді біз ұстаздарды дайындадық қой ол жерде. Бастаушы класстарға сабақ беретін мұғалімдерді дайындағанбыз. Ол кездері бастаушы класстың мұғалімдері барлық пәннен сабақ бере алуы керек еді. Тек қана мына математика, немесе қазақ тілі, немесе табиғаттан емес, ол мұғалімдер физкультурадан, еңбектен, музыкадан, физкультурадан барлығынан сабақ беруі керек болатын. Сол үшін біз оларға сол музыка сабағының әдістемесін қалай сабақ беру керек, соны үйретіп келдік. Содан о жерде біраз жылдардан кейін енді менің хоббиім би болған, биді өте жақсы көретінмін. Сол үшін мен жақсы көргендіктен директорымыз маған өтініш қылды. Жаңа сізден өтініш, жаңағы би кружогын ашсаңыз дегенмен. Сол кезде бізде Ұлжан Мұстафаева, қазіргі аналар алқасының төрайымы, педколледжде менімен бірге 20 жыл жұмыс істеген. Қазір ол кісіде Ақжаулықта ана болып отыр. Ол кісінің Алтынай бишілер тобы болды, қазақ бишілер тобы. Менде өзбек бишілер тобы, Гүзәл қыздар. Сол екеуміз сол бишілер тобымен жан-жаққа бардық, конкурстарға бардық, қалалық, облыстық конкурстарға барып бірінші орындарды алып отырдық. Демек, ол бишілер сол жерде ұстаз, болашақ ұстаз бишілер. Иә, олар бишілер емес, олар ұстаздар. Болашақ бастаушы класстың мұғалімдері болып шығатын қыздарды біздер соған дайындадық. Ары сабақ беріп отырдым. Ары жаңағы бимен жұмыс істеп отырдық, Ұлжан апай екеуміз. Сол демек, сіздің хоббиіңіздің өзі сіздің ұстаздық жолыңызға сеп болды. Иә, мына барлық осы Түркістан қаласындағы өтіп жатқан іс-шаралар, мынау площадьта, баяғыда площадьта, сол не болатын еді ғой баяғыда, парадтар өтетін 1 май, 7 ноябрь дегендер. Сол кездері жаңа біздің қыздарымызды алып шығып площадьта билетіп, одан басқа қанша облыстық іс-шараларға барып қатысып жүрдік. Ал қыздарымыз енді өзінің мамандығы бойынша жаңағы мектептерге барып, ән күйден сабақ беріп, жаңағы өздерінің жолдарын бастады. Сіз 20 жыл бойы осы зейнетке сол ұстаз болу арқылы шықтыңыз. 20 жыл Ұлжан апай жұмыс істеді. Мен педучилищеде 34 жыл жұмыс істедім. Содан кейін бізде осы жерде қазақ өзбек университеті ашылған, қазір Халықтар достығы университеті деп айтылады. Сол жерге енді деген менің мамандығым оларға қажет болып, сол жерге шақыртырылдым. Ол жерде қанша жыл жұмыс істедіңіз? Ол жерде 7 жыл жұмыс істедім. Университетте. Ол жерде музыка пение факультеті болды. Музыка факультетінде хоровой дирижирование, мен өзім спецім дирижер хоровик, әрі ән күй мұғалімі болатын. Сол өзімнің сол хоровой дирижированиядан сабақ бердім. Ол жерде әдістемеден, теориясынан, онан кейін ритмика болды, оларда да жаңа ритмика, кәдімгі қимылдар, жаңа биге жақын ғой ол да бәрібір. Қазір енді сол алдыңыздан білім алған шәкірттердің ішінде ел алдында жарқырап жүргендер бар ма? Аттарын айтсаңыз. Иә, өте көп жүрген жерімде осы тек қана бұл мына Қазақстан Республикасында емес, басқа шетелде де сол менің қыздарым жаңағы сабақ беріп, біздің педколледжді бітірген қыздарымыз, жаңа университетті бітірген қыздарымыз барлығы қазір тек қана мұғалім емес, жаңа основной фундаментті колледж береді ғой өзі. Мысалы үшін адам ғимарат салған кезде фундаменті мықты болса, ары қарай барлығы мықты болады. Дәл сол сияқты педколледждің фундаменті өте мықты болған. Сол үшін сол педколледжді бітірген біздің студенттеріміз барлық кезде жоғарыдан көрініп жатты. Қазір қай жерге бармайын, біздің жаңа студенттеріміз, қарасаң, ана мектептің директоры, біреуі заучы, біреуі жаңа биден сабақ беріп жатыр. Әйтеуір сондай
студенттеріміз сондай көп біздерден білім алғанын жүзімізді жерге қаратпай мақтанышпен сөйтіп сабақ беріп жүр олар. Қазір мен қонағымызға өзіміздің арыс суын ұсынғым келіп отыр. Өзіміздің таза, мөлдір, жергілікті арыс суынан дәм тата отырмыз. Енді сіз керемет құйылып жатқанның өзінде мөлдір болып тұр. Өзіміздің демеушіміз арыс суын саған да ұсынғым келіп отыр. Рахмет. Енді осы музыка саласында қанша жыл еңбек еттіңіз ғой, бір кісілер айтады, мысалы, сабақ беру бір басқа, ал музыкант болу бір басқа деген сияқты. Сіздің пікіріңіз қалай осы турасында? Жалпы сабақ бергендердің өзі жеке дара әнші бола алады ма? Әркімнің, енді әрбір ғалымның пікірі әртүрлі. Сіздің пікіріңізді білсек. Енді біз көбінесе жаңағы студенттерге мұғалімдік қалай сабақ беру керек жолыны үйретіп отырдық. Ал мына университетте музыка пение факультетін бітіргендер, олар кәдімгі музыканттар болып шықты. Иә, олар себебі олар таза музыка пение факультеті болған үшін олар жаңағы мамандықты алып шықты. Ән айтатын вокалист болып шықты, инструментті ойнайтын. Одан кейін олар қазір кейінгі уақытта бастаушы класстың мұғалімдер барлық сабақтан пәннен сабақ беретін болса, музыка пение бітіргендер тек қана сол музыка пәннен сабақ беретін мұғалімдер болып шыққан. Жалпы енді өзіңіз аналар қауымдастығының мүшесі екенсіз. Жалпы бүгін өзіміздің өңірде орын алып жатқан тәуелсіз елдің анасы атты шараға қатысқан боларсыз. Иә, сол шараға қатысып, сонымен осы жерге келіп отырмын. Жартылай көріп кеттім. Мына бізге қазіргі қазақ елінің, қазақтың салт дәстүрлерін сақтап қалу үшін жаңа өздерінің мына ойып киізден жасаған, жүннен жасалған кәдімгі киізді баяғында басатын еді ғой біздің әжелеріміз. Сол сияқты әдемі киімдер, прямо керемет сондай барлық қыздар неше түрлі нымшалармен, сол аздап жаңағы материалға сол киіздің оюларын салып былайынан сондай әдемі керемет жаңа көрсетіп өтті. Оларды көрдім, маған өте ұнады. Сосын мына үйге асып қоятын шолпы, баяғыда қыздарымыз шашына шолпы тағып жүрген ғой. Енді қазір ол шолпыны қыздар таға бермейді. Оны сол үйге бір жерге, жоғары жерге асып қою үшін соған бір әдемі назіктермен, бір тағын нелер, моншақтар қосып, детальдармен өрнектеп, сөйтіп асып қойға болатын затты көрсетті. Одан кейін жаңағы қымыз қымыранды қалай жасайды, құртты қалай жасайды, сол бұрын әжелеріміз оларды қалай жасаған, оның адамға пайдалы қасиеттері, тұстары, солар туралы айтылды бір қызымыз. Негізі бұрын мысалы жаугершілік заманда біздің ерлеріміз жорыққа аттанған кезде құртты ғана кәдімгі ас қылып кеткен кездері бар екен. Біз мысалы қазір құрт жесек шөлдейміз деп айтамыз ғой. Құрт негізі адамды шөлдетпейді деп менің апам айтып отыратын. Ол керісінше қаншама адамға ас болған, арқау болған деген сияқты қып, сондай бір қате түсініктер де қалыптасқан сияқты. Жоқ, ол дұрыс емес, ол қате түсінік дұрыс емес. Құрт баяғыдан ата-бабамыздың сол бір қасиетті бір тамақтарының бірі болып есептелінген, ол баяғыдан келе жатқан. Бүгін міне жасап берді, ішіне не қосты қазір? Есімнен шығып қалды. Бір нәрселер қосып, бір тәтті болғанда ірімшік. Ірімшікті майдалап, бетіп, жаңа құрттың ненің сүзбенің арасына қосып, бетіп құрт жасап, соны әкеп көрсетті. Өте керемет тәтті сондай болды. Сосын мына бір қыз не туралы ата-бабамыздың дәстүрі қалай болған, қазақтың үйдегі
анасы қалай болу керек, өзін қалай ұстау керек, ер кісіні қалай сыйлау керек. Вот сол туралы көрініс көрсетті. Енді басқасын көре алмай бері қарай кеттім. Аналар алқасының демек алдағы мақсаты, жасайтын жобалары осы тәріздес пе, әлде басқа да жоспарларыңыз бар ма? Басқа да жоспарлар өте көп. Бүгінгі өтіп жатқан бұл бір салтанатты бір сондай салт дәстүрлерді өткізіп жатқан Олжан Әбенқызы Мұстафаева өте керемет, ортасында билер болып жатты, керемет барлығы. Неше түрлі қоғамда қанша пікір болса айдар сонша сын болады деп айтып жатады ғой. Мысалы, билер алқасы бар, әкелер алқасы бар, аналар алқасы бар. Бұл алқалардың бәрі сонда не істейді деген сияқты мен бір пікірлер оқыған болатын. Бір осындай сын пікірлерге бір нүкте қоятындай бір жауап айтыңызшы. Енді сын пікірлер бес саусақ бірдей емес дейді ғой. Әр кімнің өзінде пікірі әртүрлі болады. Біреу түсініспен қарайды, біреу түсінбей қарайды. Бірақ оның халыққа деген, біздің қазіргі жастарымызға деген насихаттау бұл. Жастарды қалай тәрбиелеу керек, сол баяғы біздің салт дәстүріміз қалып қоймауы керек деген тарзде өтіліп жатқан жобалар, шаралар бұлардың барлығы. Енді жалпы өзіңіздің мамандығыңызға оралайықшы, музыкаға. Жалпы енді ұстаздардың ұстазы болып сіз оны жаңа ғана өзіңізден естіп біліп жатырмыз. Енді осы зейнетке шыққаннан кейін тағы да сізден осы музыка жағынан немесе ритмика жағынан білім алғым келеді, сізден тәрбие алғым келеді дейтін жастар бар ма? Иә, ондай жастар бар. Келеді, барлығы сұрайды. Мен оған өте қуаныштымын, келіп менен жаңағы насихат сұрап, менен ақыл сұрағаны. Мысал үшін сабақ беретіндердің өзі келіп, мына сабақта қалай өткізсек болады. Ашық сабақтар көп болады ғой мұғалімдерді. Соған көмектесіңізші, мына жаңа технология бойынша қалай өткіземіз деген сондай сұрақтарымен келеді. Мен оларға жаңағы жауабымды беріп отырам. Музыка теориясының өзі, ән сабағының өзі, мысал үшін барлық сабақтармен байланыстыра өтіледі. Тек қана музыка өтіліп, жаңа хор айтқызып қана қойылмайды бұл сабақта. Бұл әдебиетпен де байланысады, тарихпен, сосын табиғатпен, онан кейін математикамен де. Өлшемдер бар. Өлшемдермен. Себебі жаңағы 2-де 4, 4-де 4 дегенді біздерге ноталар беріледі, сол ноталарды бүтін нота, жарты нота деп жатамыз. Соларды есептеп отырмаса, музыка дұрыс шықпайды. Ол міне математикамен неғылып тұр. Онан кейін жаңағы әннің сөздерін әр нотаға буын-буынға бөлінеді. Бұл деген уже грамматика. Онан кейін жаңағы әрбір әннің мағынасы болады. Мысалы үшін көктем туралы ән болса, сол или болмаса отанымыз туралы әндер болса, соларға болған оқушылардың махаббатын ояту үшін сол жаңа әннің сөзін оларға жан-жақты түсіндіріп, байланыстырып, сөйтіп сабақ беруге болады. Сол үшін біздің музыка сабағымыз өте қызық, әрі қиын, әрі қызық. Енді өзіңіз осы қанша жыл сабақ беріп жүрген жылдарда бір балалар әдебиетіне арнап, бір арнайы ән жазу ойыңызда болмады ма? Ондай ән жазбадым, ән жазған жоқпын, жоқ. Жалпы қазіргі таңда өзіңіз, мысалы, сіздің заманыңыздан бері де қаншама ақпараттар түрленді, өзгерді, білім беру саласына да небір өзгерістер келді. Қазіргі жаңа технология туралы көзқарасыңыз қандай? Қазір өте керемет. Қазіргі жаңа технология өте керемет. Біздер баяғыда сол жұмысты бастаған кезімізде, мысал үшін бір жаңағы әнді жазу үшін, ноталарды жазып, енді сабаққа дайындалу үшін біздер мынандай бір плакат болатын. Ақ плакатты алып, соған тушпен, немесе жаңағы әртүрлі краскалармен жазып, одан кейін жаңағы әртүрлі гүлдерді қиып,
сөйтіп дайындап Көрнекіліктер солай әзірленетін. көрнекіліктерді қолдан жасап келетінбіз. Қазіргі заманда рахат заман болды ғой, барлығы дайын тұр. Өзі дайын шығарып қойған ноталарды да прямо плакат қылып шығарып қойған. Әртүрлі өзінің темаңа қарай, жаңағы отан туралы бола ма, көктем туралы бола ма, күз туралы бола ма, барлығына ұстаздың креативті ойлауы күшті болса болды. Барлығы дайын тұр, аласың, барлығын алып кеп, оны өткізе бересің сабақтарды. Одан кейін мына сондай музыкальный доскалар болады өзі. Жаңа бір кнопкасын бассаң, ана жерде жаңа 5 линияға уже ноталар жазылып шығып тұра береді. А біз оның барлығын кәдімгі бормен баяғы доскаға сызып, онан кейін ноталарды қолда жазып, сондай қылатамыз. Өте тамаша қазіргі керемет қазіргі жастарға. Айдар, сендер музыка пәнін нешінші сыныпқа дейін оқыдыңдар? Жалпы мен өзім 6-шы сыныпқа дейін оқыдым. 6-шы сыныпқа дейін. Біз бір 7-8-бен аяқтадық ау деймін. 8-ші классқа дейін болады. 8, осы туралы пікіріңіз қандай? Мысалы, айтады ғой, мысалы дене шынықтыру пәні ол 11-ші сыныпқа дейін жалғасады. Еңбекте солай болатын. Музыка пәнінің осылай 7-8 сыныптан үзіліп қалуы дұрыс па? Енді көп адамның жаңа бағана айттым ғой, әркімнің пікірі әртүрлі деп, бірақ музыка пәнінің 10-шы классқа дейін созылған мен қалар едім, себебі о жерде тек қана тәрбие, оларды... Әрі өнерге деген махаббат та. Өнерге болған махаббат, ата-анаға болған махаббат, ана туралы ән мысал үшін бәрібір қай жерде болмасын, ана туралы әнді айтатын болса, көзіңе жас аласың мысал үшін. Отан туралы ән алатын болса, әрбір балада патриоттық сезім пайда бола бастайды. Ол деген тек қана пайдалы жағы өте көп. Балаларды тәрбиелеу бұл. Оларды жаңағы жаман жолға жүріп кетпеу, мысал үшін, дұрыс жолда жүру, дұрыс сөйлеу, дикциялары дұрыс болу, өте-өте пайдасы көп. Жалпы енді өзіңіз ұстаздық етіп жүргенде, енді түрлі сайыстарға оқушыларыңызды қатыстырған боларсыз. Бәлкім сол оқушыларыңыздан ең бір үлкен жетістігін айта өтсеңіз. Жаңағы мен бе жағынан айтып кетейін да, жаңағы Ұлжан апай екеуміз, ол жаңа Алтынай бишілер тобымен, мен Гөзәл қыздар бишілер тобымен жаңа жан-жақты конкурстарға бардық. Бірінші орындарды алып отырдық, керемет. Мен енді мақтанышпен айта алам, сол хореографияны бітірген қыздардан ешқандай кем болмай, сондай жүлделі орындарды алып отырдық. Бәрекелді. Қазір менің бір сол менде оқыған бір 5-6 қызым бар, сол Үсті сол биге қатысқан қыздар. Өздері мұғалім болып істейді. Бірақ олар да группа ашып қойған. Олар әрі сабағын беріп жатыр. Әрі Кентауда бір қызым бар, Чимкентте қыздарым бар, сондай. Әрі биді жалғастырып, жаңа үйретіп, мектебінде кружоктарды жүргізіп жатыр. Олар конкурсқа барып жатыр. Маған айтып тұрады, біз барып конкурстан сондай гран-при алдық деген. Мен өте қуанып, жаңа қуанышымды ішіме сыйдыра алмай қалам. Бәрекелді. Енді қазір зейнеттемін демейсіз, керісінше қоғамдық жұмыстарда да бір белсенді болып, салауатты өмір салтын ұстанып жүрген жанға ұқсайсыз. Алдағы жылдарда осы бір ұстаздармен, осы сіздің жолыңыз жалғаған музыка пәнінің мұғалімдерімен бір арнайы кездесулер ұйымдастырып, семинар өткізу деген сияқты ойыңызда бар ма? Ол дұрыс айтасың, ол нәрсе ойымда бар. Себебі көрген жанның білімін алып қалу керек. Біз енді сонша білімнің бәрін өзімізбен алып кеткеніміз ол дұрыс болмайды. Жастарға беруіміз керек. Енді тек қана студенттерге емес, енді қазіргі сабақ беріп жатқан мұғалімдер егер жаңағы бізден бар нәрсемізді үйреніп, жаңағы олар сол нәрседен пайдаланып отырса, ол біздерге өте не дейді? Қуанышты да, әрі жақсы жағынан да өте біздің абыройымыз да көтеріледі. Сол апайдан мен барып осы нәрсені үйрендім.
десе қалай керемет. Иә, солай. Өзіңіздің шығарған әдістемелік кітаптарыңыз да бар ау, иә, шамасы? Әдістемелік кітаптарым бар, иә, біразын әдістемелік кітаптарды шығардым. Енді барлығын мен өзім ойымнан тоқып шығардым демеймін. Жан жақты ізденіп отырдым. Мына эссердің кезіндегі жаңағы кітаптардан, одан кейінгілерден бәрінен қосып, жаңа аздап шығарғаным бар. Бәрекелді. Көру керек екен. Иә. Енді жалпы қазіргі музыка оқулықтарымен таныс боларсыз. Қазір музыка оқулықтары одан бөлек жаңа жұмыс дәптерлері бар. Енді сіздер осыған өзі көзқарасыңыз қандай? Жалпы бұрын біздер мектеп кезінде енді музыкалық дәптер сатып алсақ, енді алғанымыз болмаса, енді мұғаліміміз бізге 5 сызықты өздері сыздырып, арнайы ноталарды сол 5 сызыққа өзіміз сызып жазатынбыз. Енді қазір осы оқулықтар оған арналған жаңа жұмыс дәптерлері бар. Бұл енді сіздерге қаншалықты көзқарасыңыз қандай, қаншалықты жақсы бұл? Бір жағынан дұрыс деп ойлаймын, себебі дайын тұрады. Екінші жағынан, егер оқушылардың өздері 5 сызықты сызып, өздері жаңа ноталарды жазып отырса, олар тезірек үйренеді. Сол нәрсе есінде қалады, сол нәрсе. Сол үшін екеуі де дұрыс шығар, енді қазіргі заманға сай жаңа технология ғой барлығы. Мысалы, біздің мектепте музыканы баянмен үйрететін. Иә. Кейбір мектептерден естем, мен сол кезде бала көңіліммен барлық мектепте музыка пәні баянмен үйретіледі деп ойлайды екем. Сөйтсем, әр мектепте домбырамен, тіпті кейбіреулер аспапсыз да үйретіп, айтқызып жатады екен. Сіздің ойыңызша қалай, мұғалім міндетті түрде аспапты меңгеру керек пе? Музыка пәні мұғалімі бір аспапта ойнау керек. Себебі ол аспапсыз, ол тональностьқа түсе алмайды. Барлық ноталардың бәрі фальш болып кетеді. Сол үшін фортепиано, баян, аккордеон, немесе домбыра болса да, домбырада барлық ноталар орналасқан ғой. Сонымен беріп отырады. Солай сабақ өту керек. Инструментсіз сабақ өтілген ол дұрыс деп ойламаймын. Себебі өзіңіз қай аспапта ойнайсыз? Мен өзім баянда ойнағанмын. Сөйтіп баянмен сабақ өткенмін. Қазірге дейін баян ойнап тұрасыз ба? Енді мен зейнетке шыққалы бері сабақ бермегеннен кейін оншалықты көп ұстамаймын. Анда-санда қолыма бір алып, есіме түсіріп. Енді мен жастық кезім ғой, ол бәрібір қандай болмасын, өзім оқып келген нәрсем болғаннан кейін. Жалпы Рыскүл, бүгінгі біздің телекөрермендерге қойған күн сауалын мен бүгін өзіміздің қонағымызға қойғым келіп тұр. Иә, айтпақшы, бүгін үй жануарларына күтім көрсету күн екен. Бұл мереке жалпы қаншама жылдық тарихы бар. Жануарларға бір зәбір көрсетпеу, керісінше оларды қамқорлыққа алу мақсатында ойлап табылған мерекенің бірі екен. Біз көрермендерге үй жануарын ұстайсыз ба, оларға қаншалықты қамқорлық көрсетесіз деп сұрақ қойған болатынбыз. Осы мерекеге орай осы сұрақтен сізге қояйық, сіздің жауабыңызды білейік. Иә, үй жануарлары. Мен музыка мұғалім болған үшін бе, или өнер адам болғаным үшін бе, мен өте жақсы көрем жануарларды. Жаңағы мына сиырдың кішкентай бұзаулары, сосын жаңа ботақандар дейміз бе, даже мына иттер, кішкентай күшіктері, мысықтар, пайғамбарымыз өзі мысықты өте жақсы көрген сондай қасиетті кісі болған екен ғой. Мысалы үшін жаңағы айтып жатады, біздің бабаларымыздың айтқан сөзінен құлағымда қалғаны ғой. Енді мен жаңағы намаз оқып жатқан болады пайғамбарымыз, Мұхаммед алейхиуассалам пайғамбарымыз, и сол кезде мына шапанның бір шетіне келіп жаңа ұйықтап қалады дейді мысық. Сосын енді бұл уже намазын бітірген тағдырды да ол әлі ұйықтап жатқан болады. Соған жәбір көрсетіп, соны ұйқысынан оятып жібермейін деп, сол жерін кесіп қалдырып кеткен екен дейді. Сол сияқты енді білмеймін, мысықты өте жақсы көрем. Үйде мысықта бағам, жаңағы баяғыда күшіктерімізде болған. Енді біз қалада тұрғанымыз үшін үлкен жаңағы сиыр, ат деген ондай жануарларды ұстамаймыз. Бәрекелді. Бірақ қандай
тауық дейміз ба, сондайлар. Бәрін бір Иә. үйде бір шаңырақтың астына ұстаймыз Иә, дейікші. солай. Жақсы. Сізге үлкен рахметімізді, алғысымызды білдіреміз. Сұхбатқа келіп бізге уақыт бөлгеніңіз үшін. Енді сұхбаттың соңында біздің түркістандық көрермендерге, теледидар алдына жайғасқан көрермендерге айтар лебізіңіз болса, соған кезек берсек. Бірінші болып сендерге үлкен рахмет. Сендер жаста, Құда қаласа біздің арқамыздан келе жатырсыңдар. Сендерге жұмыстарыңа сәттілік, өмірлеріңе ұзақ ғұмыр, келешекте бақытты болып, өз орындарыңды тауып, бұдан да жоғарыда көріне берулеріңе мен тілегімді қосамын сендерге. Ал енді көрермендерге, құрметті қазақ елі, бүгінгі келіп мына жерде отырып сұхбат өткізіп жатқанымыздың өзі сондай керемет күндерге тура келіп тұр. Біздің Қазақстанымыздың тәуелсіздігіне 30 жыл болып, одан мына президентіміз, алғашқы тұңғыш президентіміздің мерекесі. Сол үшін мен не десем болады, біздің жаңағы елбасымыздың арқасында, соның салиқалы бізге берген насихатының арқасында, сол кісінің осы Түркістан қаласы бір рухани қала болу керек. Түркістан рухани жүрегі Түркістан деген сөздерін айтып, мына сол кісінің арқасында, сол елбасымыздың, ағамыздың арқасында мына біздің Түркістанымыз тура ертегілер сияқты көзіңді ашып жұмсаң бір ғимараттар салынып тұрған болады. Керемет. Өзіміз осы Түркістанда тұрғаннан кейін біз өзіміз таңғалып жатырмыз. Бүкіл біздің барлық шетелдерге әйгілі болып, мына туристер келіп, таңғалып біздің Түркістанымызға. Оның барлығы әуелі Құдай қала берсе, осы елбасымыздың арқасында осындай күндер болып жатыр. Ал мына көрермендерімізге мен баршасын осы мерекемен құттықтаймын, жақсылық тілеймін, отбасылары барлығы аман болсын, еліміз тыныш болсын, халқымыз аман болсын. Барлық вақыт біздің Түркістанымыз көк байрағы желбіреп, осындай туымыз жоғары көтеріліп, халқымыз аман болып, барлық вақыт жақсылықтар бола берсін. Сізге үлкен рахмет, әрқашан осылай жарқырап, жайнап, жүре беріңіз. Біз сізді көріп, осы бір ұстаздардың еңбегін еске алып, осындай ұстаздарымыз көп болсын екен деп біз де іштей тілеп жүреміз. Үлкен рахмет, келесі кездескенше дейміз. Құрметті көрермендер, тікелей эфирде жаңа толқын ақпараттық сауықтық бағдарламасы. Біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Мамандық таңдау адам өміріндегі ең маңызды шешімдердің бірі. Бұл белгілі бір тұлғаның мінез құлқының, ұмтылысының, тілегінің және өмір салтының айнасы. Әдетте маңызды шешім жас кезде мектепте оқып жүрген шақта қабылданады. Айдар, осындай маңызды шешім қабылдау оңай емес. Кейбір жағдайларда жасөспірімдерге ата-анасының жағынан қысым көрсетілуі де мүмкін. Кейде шын мәнінде не қалайтыныңды түсіну өте қиын. Сонымен мамандықты қалай таңдау керек? Осы туралы айтайық. Бейімділігіңізді ескеріңіз. Бастапқыда өз қызығушылығыңызға назар аударыңыз. Немен айналысқыңыз келеді? Қандай пәндер ұнайды? Бос уақытыңызда немен айналысқанды жақсы көресіз? Адамдармен, әсіресе бөгде кісілермен тіл табыса аласыз ба? Көптеген дүние сіздің бейімділігіңізге байланысты. Дұрыс шешім қабылдауға тырысыңыз. Бұл таңдауда өз бетіңізше жасау керектігін саналы түрде ұғыныңыз. Ата-аналардың, достарыңыздың ықпалынан шыға алмай қалмаңыз. Олар не айтса да, бұл тек сіздің тағдырыңыз екенін ұмытпаңыз. Мамандық таңдауда өзіңіздің физикалық ерекшеліктеріңізді және кемшіліктеріңізді ескеріңіз. Денсаулық жағдайларына байланысты тыйым салынған мамандықтар болуы мүмкін. Мұндай мамандықтар көп емес.
Оларға негізінде қандай да бір физиологиялық жүйе ұзақ ауыртпалықты талап ететін мамандықтар жатады. Компьютер мамандары көздеріне, ал ұшқыштар жүректеріне ауыртпалық түсіреді екен. Мамандық таңдағанда оның болашағында ескергеніңіз жөн, себебі технология тез дамып келе жатыр. Соның салдарынан бүгін керек мамандық ертең қажетсіз болып та қалуы мүмкін. Сол себепті болашағы бар саланы таңдауға кеңес береміз. Ендеше біздің әріптесіміз ұсынған бейне материалға кезек берейік. Мамандық таңдау адам өміріндегі маңызды қадам. Сол себепті алдымен өзіңіздің неге қабілетті екеніңізді анықтап алғаныңыз жөн. Таңдаған салаңыз қоғам дамуына септігін тигізіп жатса, демек сіз дұрыс бағыттасыз. Қоғамда біз аса мән бере бермейтін, алайда ұлт үшін маңызды мамандықтар бар. Осыған орай қаламызда зейнеткерлер клубы ұйымдастырған мамандығы мақтанышым атты басқосу өтті. Жайсаңдар жиналған жиын сүбелі сұхбаттасу түрінде болды. Шараның басты қонақтары зейнеткерлер клубының мүшелері, кітапханашы Сержан Раушан және биші музыкант Угулжан Айдарқызы. Армысыздар, құрметті түркістандықтар. Біздің той тарқамаған Түркістан деп айтам мен. Өмір бақи Түркістанда жақсылықтар, жақсы егіз заттар шаралар өтіп жатады. Мен әйелдер алқасының төрайымы болғандықтан осы мына Фараб кітапханасымен бірлесіп Түркістандағы зейнеткерлер клубын ашып, осы халыққа еңбегі сіңген үлкен аналарды, ағаларды жинап шақырып, осындай кездесулер өткізіп, ол кісілердің еңбегін жастар бағаласын, солардан тәлім тәрбиясын деген мақсатта осындай шаралар көп өтіп жатыр. Бұл игі істің мақсаты жастардың патриоттық сезімдері мен мамандықтарына деген сүйіспеншілікті арттыру. Сонымен қатар арнайы дайындалған кітап көрмесі кештің сәнін келтірді. Келелі кеш келген қонақтарды рухани азық алуына үлкен жағдай жасады. Көптеген оқырмандармен жұмыс істедік, көптеген шаралар атқардық, мәдени шаралар өтті. Енді оның бәрін аңдайғып айтсам, осы қаланың ішіндегі өткізілген мәдени шараға менің өз үлесім бар деп айта аламын. Осында енді қазіргі зейнеткерлік демалыс кезінде мен қоғамдық өмірде жұмыс істеп жатырмын. Қоғамдық өмірде жұмыс істеу барысы, мынау қалалық әйелдер алқасының мүшесімін, кітапханада замандас клубының мүшесімін. Кездесу сұхбатта зейнеткер апаларымыздың тыныш тіршілігі, атқарған жұмыстары, жеткен жетістіктері жайында айтылып, әуезді әндер орындалды. Жиын соңында клубтың беделді мүшелеріне алғыс хат пен ықылас гүлі табысталды. Рыскүл, жалпы сен не істеп отырсың? Мен ноутбук алғанмын ғой. Осы ноутбуктың енді мен білмейтін көп дүниелер бар екен. Дұрыс сауатты, дұрыс пайдалана алмайды екен. Соның бір ақпараттар қарап, қалай дұрыс пайдалану керек. Ол ноутбуктың күтімі де бар екен. Біз мысалы ноутбугымыз тез бұзылып қалды, қалай таңдау керек деген сияқты сатып алу дүкеніне барған кезде қалай таңдайтынымызды да білмей жатамыз. Сол туралы ақпараттар қарап отырмын. Я жалпы ноутбуктерді біздер ұзақ пайдалансақ, оның желдеткіш саңылауы бар тұсын ешқашан бүркеуге болмайды екен. Тынысы әбден тарылып, сол жерінен, яғни ішінен тынысы тарылса, ауа дұрыс айналымға келмесе, ол қыза бастайды екен. Мысалы біздің көрпенің үстіне отырған төсегімізге қоя саламыз ғой, дәл сол жерлерге қоюға болмайды екен. Сондай-ақ ноутбуктарға арналған арнайы желдеткіш сатып алу керек. Ол көбінесе құрылғының сыртқы бөлігін салқындатуға көмектеседі. Әсіресе ноутбугыңыз тез қызып кете беретін болса, сол жағдайда сізге өте үлкен көмектеседі. Дұрыс айтасың, Рыскүл, тағы бір амалы құрылғыға көп салмақ түсіретін бағдарламаларды қолданбау қажет. Біреуін қолдасаңыз да, бірнешеуін ашып жұмыс істемегеніңіз дұрыс. Мұның әсерінен де ноутбук қыза бастайды екен. Біз бірнеше терезені ашып қойып жұмыс жасаймыз ғой, соның барлығы ноутбуктың жұмыс істеуіне кері әсерін береді екен. Сондай-ақ ноутбуктың желдеткіші мен желдеткіш саңылауларын да үнемі тазалап тұру керек. Өзіңіз жасай алмасаңыз, арнайы мамандарға барып тазартып, жалпы сыртқы келбетін ғана емес, ноутбуктың ішіндегі бірнеше ашылып тұратын папкаларды, құжаттарды барлығын тазалап тұру керек екен. Тіпті ондай жағдайда ноутбуктер гүрілдеп дыбыстар шығара бастайды екен. Одан бөлек тағы ноутбуктың баптау процесін өзгерткеніңіз дұрыс. Өзіңіз қолданатын құрылғының мүмкіндігін әрдайым қадағалаңыз. Көп салмақ түсірмейтін жолын табыңыз. Бұл да қызып кетуден сақтайды екен. Енді ал ноутбук қызып кеткен жағдайда оның қарапайым ғана амалы өшіру, суығанша құрылғыны өшіріп қойып қоспаңыздар.
жұлдыздай таранған, күн сайын жаңарған, ажары ашылған киелі. Қаншама ғасырдан шұғыла шашылған, сәулетті қаламды сүйемін. Бірліктің байрағы Түркістан, бірліктің қайнары Түркістан. Бар түрік бас қосқан, баршамен достасқан, Алаштың айбары Түркістан. Жайна, жайна, Түркістан, жаса, жаса, Түркістан, самға, самға, Түркістан, Түркістан, жайна, жайна, Түркістан, жаса, жаса, Түркістан, самға, самға, Арыстың қазаны, ұлыстың ғажабы, бері көр халқыма батаңды. Талайдың ардағы, бір көру арманы, өзіңдей сәулелі шаһарда. Бірліктің байрағы Түркістан, бірліктің қайнары Түркістан. Бар түрік бас қосқан, баршамен достасқан, Алаштың айбары Түркістан. Түркістан, жайна, жайна, Түркістан, жаса, жаса, Түркістан, самға, самға, Түркістан, Түркістан, жайна, жайна, жаса, жаса, Түркістан, самға, самға, Түркістан. Студиямызда бүкіл әлемдік композиторлар ассоциациясының мүшесі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, профессор, композитор Марат Омаров. Қош келдіңіз Түркістанға. Қош көрдік. Жайғасыңыз, төрімізге шығыңыз. Рахмет. Көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы, өте тамаша. Бүгін қасиетті де киелі Алаштың айбары Түркістан, тұран ұраны Түркістан. Бүкіл түркі тілдес рухани астанасы Түркістан деп жалын сәлем етуге рұқсат етіңіздер. Бәрекелді, қош келдіңіз. Сізді осындай қалада, Түркістанда, біздің студиямызда көргенімізге өте қуаныштымыз. Әрине. Бүгін енді жалпы естіп отқан шығарсыздар, жалпы түркістандықтар, облыс, мынау тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай бүгін конгресс қолда үлкен іс-шара өтті. Ол пайғамбарымыз Мәуліттің мерекесіне орай жасалынған үлкен іс-шара. Соған арнайы шақырылып мінекей келіп сіздермен бірге сұхбаттасып отырмыз. Бәрекелді. Біз де өте қуаныштымыз. Жалпы Түркістан қаласы қалай өзгерген? Өзгеріп жатыр, Құда қаласа. Мен жалпы жазда болдым. Жыл сайын болып тұрам. Өткені менің нағашыларым түркістандық, менің анам осы Түркістанда дүниеге келген қасиетті Шоқтас елінде. Кезіндегі ата-бабаларымыздың бәрі осы топырақта. Сондықтан да мен өте маған ыстық, алысты жақындатып, жақынды алыстатпайтын рухани бір
асық бар да. Байланыс бар. Қай жерде болса Түркістанға тартып тұрады. Бәрекелді. Міне өзіңіз көріп тұрсыздар. Осы әннің өзінен де рухты көтеретінде рухани жаңғырықты байқап отқан шығарсыздар. Байқадық, өзімізде жігерленді. Бұл әннің сөзін жазған өздеріңіз белгілі, бүкіл республика, бүкіл әлемге белгілі десем болады. Бекарыс Шойбеков бауырымыздың сөзіне жазылған. Бұл ән Құда қаласа, бұл да бір рухани астанамызға келген бір үлкен, бұлай айтқан кезде ұран десек болады. Бәрекелді. Осындай Түркістанның өзінде туған азаматтардың өз елін, өз туған жерін осылай асқақтатып жүргені бізді де қуантады. Енді осы алғашқы бір сауалдарды бір жағымды жаңалықтарыңызбен бастайық. Иә, оны естіп жатқан шығарсыздар. Енді бұрын біреуге арман, біреуге сол мақсат дегендей. Әрине кішкентай кезімізден бастап, мысалы, солдат кішкентай кезінен бастап генерал болуды армандайды дейді. Сол сияқты 7 жасында Шәмші Қалдаяқов ағам келіп, осы Созақ ауданында туып өстім мен, Шолаққорғанға келіп, аудан орталығына келіп, сол село Шолаққорғанға келіп бата берген тұғын 7 жасында. Ол кезде жаңағы шарықтап тұрған кезіміз, 7 жастағы бақытты балалық шақ, тән сұлу емес, жан сұлуымыз кереметте бір өріп тұрған кез ғой. Сол кезде сол кісінің әнін айтып, ана туралы жыр. Әлемнің жарығы, сыйладың сен маған деп. Сол өлеңді айтып тұрғаннан кейін Шәмші ағам келіп маған бата беріп, осындай қалада емес, ауданда емес, ауылдан шыққан тума қара домалақ балаларды көтеріп, өнер мектебін ашу керек, білім беру керек, көтеру керек. Өнерпаз болсаң талантыңды көрсет, сені бүкіл әлем танысын деп бата берген еді. Міне сол батаның арқасында бүгін күндері жаңа өзіңіз айтқан сұраққа жауап берейін деп тұрмын. Мұхит асып, сонау Америкаға жолдама алып жатырмыз. Мынау желтоқсанның 14-іне Қазақстан, Алматы, Стамбул, Нью-Йорк қаласына Құда қаласа ұшақпен ұшайық деп жатырмыз. Бұндағы мақсатымыз сол Нью-Йорктағы елшіліктер, арнайы Филадельфия деген қаласы, Пенсильвания бұрынғы астанасы, Американың сонда 16 желтоқсан күні Қазақстанның туы тұңғыш рет көтеріліп, сол жерде үлкен тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына үлкен іс-шара болады. Бәрекелді. Абыроймен өтсін дегіміз келеді. Сіз жаңа одан ары қарай жалғасады, 10 қалаға сосын. Бәрекелді. Сіз жаңа маған кезінде Шәмші Қалдаяқов бата берген деп жаттыңыз. Десе де сіз өзіңізде талай жасқа бата беріп, талай жастың жолын ашқаныңызды білеміз. Дұрыс айтасыз. Бір жылдары Еркеш Хасенді де сіздің жетекшілігіңізбен қаншама дарынның үміт отын жақтыңыз ғой. Осы жерде тұрғыда мынау батаменен ерге көрер, жаңбырмен жерге көрер дейді ғой. Алматыға бірінші барғанда бұлақты көрсең көзін аш деп естерінде ма? Әнші, биші, әнші балапан деген ән шығарған болады. Есінде әлді. Осы анашы Мәке Арманы, қызсыны, алғашқы махаббат соның қатарында әнші балапан ән шыққан. Ал бүгінгі күндері сол әнші балапанды орындаған соңғы кездегі 90 жылдағы жастар қазір жарық жұлдыздар. Қай-қайсын айтсаң да. Олардың бәрі Қазақстанның түкпір-түкпірінде тұрып, соны Рабиға Аманжолов екеуміз, жаңағы бар Роза Назимовна сол іріктеп Алматыда үлкен конкурсқа қатыстырып, міне қазір солар жарық жұлдыздар. Қай-қайсын алсаңыз да. Жаңа енді өзіңіз атап өтірген әндердің арасындағы аты аңызға айналған алғашқы махаббат әні. Жалпы осы ән қалай пайда болды? Тарихын айтайық. Енді міне алғашқы махаббатты өздеріңіз айтып қалдыңдар, жақында ғана Мейрамбек Беспаевтың 45 жылда болды. Мысалы, Мейрамбектің жарқ етіп осы эстрадаға шыққаны және актер болып өзін мойындатқаны, осы алғашқы махаббат әні. Себебі ол кезде жас бала, боз бала, домбырада ойнап жүретін Бозторғай әнімен шығып жүрген бала ғой. Сонда маған 4 баланы келді. Саят Медеуов, Тоқтар Серіков, жаңағы Ахан бар. Осы Мейрамбек. Сол кезде Мейрамбек таңдап, осы Мейрамбек сол алғашқы махаббат деген фильмге қоштасым келмейді. Қадырбек Мамабаевтың фильмі, Қаныбек Қасымбеков кинорежиссер, сол кісі маған алып келіп, осы 4-теудің ішінен қайсысын таңдайсың, Марат, сен енді музыкантсың ғой, композиторсың ғой менің фильм деп. Ол фильмге мен композитор болдым, мен шақырған арнайы. Сонда сөйтіп неғанда мен бірден Мейрамбекті таңдадық, содан шығып кетті. Сонда менің айтайын деп отқаным, Қаныбек Қасымбеков өзі өмірде жоқ болса да із қалдырып сондай киноларда түсіріп жас балаларға. Ал алғашқы махаббаты ол нағыз сол берген сценарийден шығып кетті.
Сценарийді оқып отырып, сол кезде жаспын ғой. Мен бірінші оған келіспедім. Себебі айттым, Майталман ағаларым бар. Мен жаспын ғой ол кезде, жаспын. Қадыбек аға мен жаза алмаймын деп. Ол қызық болды. Оның историясын айтатын болсам, ол екі бағдарлама үшеу жетпейді. Бірақ қысқаша айтып кетейін. Ол кісі орысша өскен ғой. Қыз сыны деген конкурс болып жатқан. Сонда бірінші рет қыз сынын мен орында бірінші орын алып, жаңа қыз сын деген әнмен. Сол кезде ол кісі көреді Дворец Республикадан. Сөйтіп менің телефонымды алып, господин Марат Умаров деп маған звондады. Мен жас баламын, ол үлкен кісі, Монте-Карло, шоқишер. Господин Марат Умаров, мен Қаныбек Қасымбеков, кинорежиссер қазақ фильмі, Монте-Карло, шоқишер фильмдерінің, сонау Монте-Карлода лауреат атанғам деп өзін айтыпты да, енді таныстырып. Біле баға, знаю вас деп орысшалап енді ол кісі. Марат, я прошу тебя, у меня фильм «Алғашқы махаббат», соған сен музыка жазасың. Ой, аға, я же вообще фильмге жазбаймын, кешіріңіз. Жоқ, у тебя все жүрегіңде сенің махаббатқа деген сондай сезімің бар, мен байқадым, сен ертең жолығамын. Сонда кеп ертеңіне кеп мынандай сценарий берді ғой. Сценарий. Сөйтіп жаңа қасында қалып келген нөкерлері бар. Біреу директор фильма, біреу звукорежиссер, өзі жаңа сценарист, өзі кинорежиссер, сөйтіп таныстырдан алармын. Вот перед вами стоит будущий композитор фильма деп айтып қойды. Одан кейін мені қайта келендіру жаспын. Ана сценарийді алып та оқы деді тастады. Сонымен 28-ші Панфилов паркінде отырып 4 сағат, 5 сағат отырдым ғой. Тек паркте отырдыңыз? Паркте отырдым да, анан ала алмадым көзімді. Аяғына дейін олып, ең аяғына келгенде көзімнен жас бұрт шығады. Ол кезде қазақтың қызының Жамбыл Қалғыз ғой фильмде. Аяғында тіл шығып кететін. Бірақ фильмде ол көрсетілмеді, өткені несі жетпей қалды. Ең соңғы Кеңес одағының соңғы фильм болатын ол. Кейін 10 жылда жүрді ғой, Сол фильм, содан кейін музыка шығып кетті, ән шығып кетті, қуанып кеттім. Азанда таңертеңнен 8-де звондаймын. Қаныбек Қасымбеков, здравствуйте десем, анаяқтан әйел жүгіріп келіп, а кто это звонит с утра деп, таң атымен бізге ешкім звондамайды. Бұл кім бұл деп? Это новый композитор деп. Это ладно, прощаю дейді. Келесі жолы үйтіп звондама олай дейді. Түсте звондау керек, 12-ден кейін звондайды бізге деп. Қаныбек, кано дейді, кано дейді. Кано деп шаған аяқтан гүр-гүр едім. Да, деп келіп. Да, это ты, Марат, в чем дело деп. Ән шығып тұр, мен шынай алмай тұрмын. Бір жеткен жоқ әлі. Алам алған эмоцияны ертең азанда уже берейін деп тұрмын. Өмір кино ойын жазбам, ойлағым тез жазайын. Сол эмоциямды алдым да айттым. Қаныбек Қасымбеков, извините, пожалуйста, мен жаза алмайтын шығар, бірақ дегенмен мынандай бір әуенім бар, соны көріңізші деп. Яғни жауапкершілік. Сөйтіп 12-де жолыққан кезде ол кісі рояльді әкеп қойып қазақ фильмде күтіп отырды. Сонда ойнап отырып әнді. Мен ән шықты да, ән шығып сөйтіп ойнап трансқа кетіп жаңағы өзімше қуанып отырған ғой. Скоро конкурс болайын деп жатыр, сол конкурсқа дайындап жатқан әнді. Бір кезде анау тұрды. Стоп деді бір кезде. Темекісін шегіп отқан, мұштығымен сигарет. Ты знаешь, Марат, білесің бе, Марат? Это будет лейтмотивом фильма деді ғой. Бірінші естілім сол кезде. Сол әуен арқылы осы фильмнің ажары ашылып, талай адамдардың өніп, өсіп, өнерде өз орнын алуға себепші болды. Талай жас бір-бірімен қосылған да шығар. Құда қаласа сол. Ал енді «Алғашқы махаббат» қазір үнді тілінде айтып жатыр. Радж Капурдың театрына барғанда, Индияға, Делиге. Пехли мухаббат, дил ко сатати है. Пехли мухаббат, дил ко сатати है. Арите мухаббат, जुदा हो जाए कैसे, जुदा हो जाए कैसे. Алғашқы махаббат жүректі тербетіп, мәңгілік бақ қосып, қоштасқым келмеді, қоштасқым келмейді. Композитордың өзінен осылай бетпе-бет отырып тыңдаймыз деп кім ойлаған? Эмоция ғой бұның бәрі. Бір солай, әр әннің өзінің тарихы бар. Кейіннен сіз өзіңізде қаншама фильмдерде композитор болдыңыз? Фильмдерге де түстім, фильмдерге музыка жаздым, көптеген фильмдердің, Арал деген көптеген фильмдерде, ескерткіш Дулат Исабековтың. Жалпы мына кейін кезде Наурыз кезетке де жазған әнім, мынау
естеріңізде болса, былтыр наурызға мен Майамиге шақырған болатын Америка. Сол барар тұсында билет алдып барамыз деп, міне 2020 жыл барамыз деген. Өйткені 2019 жыл мен Америкада, Нью-Йоркта, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Голливудта, сосын Хьюстонда концерт берген. Турне сол кезде. Бүкіл әлемдік композитор ассоциациясының мүшесі болған, диаспора шақырып. Сонда олар ұсыныс жасады. Марат аға 2020 жылы наурызға бізге келді. Наурыз әнімен келіңіз деп. Білесіздер, наурыз, құтты болсын ағайын деген. Сол 500 адам флешмоб жасап, ұлттық киімдермен бүкіл Майамиде, бүкіл жаңа Вашингтон, Нью-Йорк, Хьюстон, Филадельфия, жаңа Нью-Джерси, бәріне қазақтар жиналып, сол Майамиде өткізетін болған. Сол барайын деп тұрған кезде 11 наурызда форс-мажор болды. Звондап Марат аға, Дональд Трамп, президент Америка құрама штатының президенті Дональд Трамп мына іс-шараны ауыстырды, апрельге деді. Ол қалай, немеге десем, осындай бір тұмау ауру келді, аты коронавирус. Қазақстанға келген жоқ па деді ғой. Жоқ, келген жоқ, кет дедіңіз бе? Сол бір кішкентай ғана доминанта, субдоминанта әнім бүкіл әлемді жарып кетті. Қараңызшы. Әлеуметтік желіде көптеген тыңдалымдар жинап, оған арнайы блогерлердің жаңа өздерінің әуесқой видеолары түсіріліп тараған болатын. Бүкіл әлемге жар болды. Мысалы, енді сонымен шақырып жатыр қайдадан тағы да. Ағылшын тілінде айтуға. Ақындар мысалы сол сәтте өлең жазады, мысалы кәдімгідей бір арнау жазады. Композиторлардың арасынан негізі біз өте сирек еститінбіз сол кездегі сол тақырыптарға белгілі бір әуендердің жазылуын. Бұл бір шын айтсақ негізі таңғаларлық жайт болды. Өйткені енді бір мерекелерге мысалы әуендер онсыз да жазылады. Бірақ мұндай тақырыптардағы әуендер бұл бір енді қарасаңшы эмоцияны алған, енді бір жағынан қаншама дайындалып, сол жерде Майамиде қазақтар дайындалып жатыр. Қаншама іс-шаралар өткізейін деп жатыр сол жерде, жаңағы біздің ұлттық тағам мен ұлттық киімдерді жаңағы сол жерге дайындалып сөйтіп қанша айлар бойы, жылдар дейік та, енді соны дайындалып жатқан. Соның болы бір жағынан іштегі жаңағы не болды да, немқұрайлы нәрсе, соның эмоциямен шығарып қайдан келген бәле деп, кет деп аластау ретінде, анау жастарға да не болмасын деп жаңағы иммунитеттерін түсірмесін деп. Сөйтсем ана менің шәкірттерім тұрып айтады, Марат аға, давайте бұны челлендж жасайық. Айдала не жасасыңдар, ол жасаңдар деп. Настроение сол челлендж жасаған челлендж. Оның үстіне ол бір көңілді айтылды, иә? Әлем көңілді айтылды. Бұл әнді айтпақшы Рыскүл да. Рыскүл жаңағы ойлап атқаным, бұл әнді қазір позитивный жағына шығады. Яғни коронавирус кет емес, кет деп ол кетіріп, бақытты күндер келсін. Бақытты күндер кел, аңсаған әндер бер. Жарқырайды күн нұрындай айнала. Керемет. Үш тілде. Happy days come, yeah. Sunny days come, yeah. Happiness and love will be with us forever. Aşattın көңіл айнасын, бұлбұлдар әне сайрасын. Бақытты күндер алдында, айнала күндей жайнасын. Бақытты күндер кел, аңсаған әндер бер. Жарқырайды күн нұрындай айнала. Солнечные дни, да, радость и любви, да, счастье, любовь и радость навсегда. Hey! Happy days come, yeah. Sunny days come, yeah. Happiness and love will be with us forever. Бәрекелді. Шынымен де біздің айналамызға бір жақсы күндер келіп, бақытты, бұрынғы шат-шадыман күндеріміз оралсын дейміз. Шаршады қазір сол күндер келсе екен деп, соны аңсап жатырмын. Енді мен Қазақстанда кетіріп, енді Америкаға барып кетірейін деп. Біздің Қазақстан тазарды, енді мен Американы тазалауға келдім деп. Қытайға да барып, бәлкім түбімен, тамырымен жайылған жерде де нүктесін қоюыңыз керек сияқты. Өнер шексіз ғой, қайда болса да. Сондықтан ең бір нәрсені ұғынғаным, 2019 жыл барған кезде бір ретро фестивалі қатысып анашымды ағылшынша айтты. Ұсыныс жасады, Марат аға, рояльда ойнайсыз ғой, таза дауыспен, жанды дауыспен айтсаңшы деп. Сол жанды дауыспен айтып, үздік композитор деген сертификат алдым. Нью-Йоркта. Сол жерде жаңа айтқанда. Білесіздер ғой.
шет жүрсем сағынарым, жабықсам шағынарым, анашым бір өзіңсің табынарым. Анашым шалқып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жүр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Only you I miss so much, only you I trust so deep, only you I praise God, my lovely man. Lovely smile in mommy's face, happy eyes, only you grace. Thankful heart is full of joy, grateful mood opens your day. With you blessings of mine, you will be your child and stay. Thankful heart is full of joy, grateful mood opens your day. Anası var adamlar ешқашан қартаймайды. Кеше ғана осы бір әннің сөзін, кеше ғана бұл бір ұқсастық бекен, енесі бар адамдар, келіндер ешқашан қартаймайды деп те сөзін өзгертіп алып жүр екен. Бұл сөздің сөзі де, әні де не бір ауыстырылып, халықтың арасында өте кең таралды ғой. 7 тілге аударылып жатыр қазір бұл әнім. Қазір сол Америкада контрактқа тұрып, барлық әндерімді ағылшынша аударуға. Бәрекелді. Әлемнің тілінде де сіздің әндер сөйленуі керек қой. Негізінде бұл аудиторияны кеңге шығаруға, бұда ешқандай не жоқ, өткен шексіз. Бұның бұрыннан білмегенбіз, дегенменде қазір қазақтың әуені о жақта өте востребован, өте қажет. Себебі ондай мелодия қазір ол кемде-кем болып жатыр. Сондықтан Арман қала Астана, Қыз сыны, блюз, Алғаш махаббат, Анашым, Әке арман, сол сияқты. Да қаласа бұйырса, мінекей осы қалаларда жаңағы Филадельфия, Майами, Нью-Йорк, Голливуд, Чикаго қалаларында орындаймыз деп ойлаймын. Жалпы енді өзіңіздің тәуелсіздікке де арналған әндеріңіз бар. Жақында осы тәуелсіздік мерекесі келе жатыр. Сізге бір сол тәуелсіздік әнін орындап берсеңіз деп қолқа. Тәуелсіздікке Айдар, мен көптеген әндер шығардым. Өйткені біз патриоттық тұрды, біз өте тәрбиелендік. Есіңізде болса, Кеңес одағынан біз егеменді алған кезде біз ең керемет бұрыннан армандаған, бабаларымыз армандаған, жылдар бойы, ғасырлар бойы сонда егеменді тәуелсіздігіміз алған керемет әсер алдық. Мысалы, мен Малайзияға барғанда тәуелсіздік деген, олар мысалы Англияның колониясында болғанда МРДК дейді. МРДК деген тәуелсіздік деген сөз олар. Сонша халық, елі көп қой, енді саны, адам саны. Соны стадионда мен әділ қазылар мүшесі болып барған кезімде тұрып, бәрі тұрып, 50 мың ба, 100 мыңдай МРДК деген кезде шошып кетесің. Тәуелсіздікті солай қабылдайды. Тур өзінің отаны сияқты. Сондықтан бізге келген тәуелсіздікке мен бірнеше әндер жаздым, бір емес. Өйткені біздің жастардың тәрбиелеуге, біреулердің өсіп-өнуіне себепші болатын осы тәуелсіздігіміз ғой. Әрине. Ән арқылы біз қаншама ұлтты да тәрбиелеп, қаншама санаға өзгеріс енгізе аламыз ғой. Махаббатты да оята аламыз. Әрине, жан-жақты. Мысалы, кішкентай баладан бастап, жаңа айтып отырмын, айналайын бөпешім деген естерінде бар шығар. Айналайын бөпешім, салады көкешің, есейгенде ер жетіп, кім болады екенсің деп. Бұлақты көрсең көзің, аншы балапан бар жаңағы. Кейін әкетай, көкетай, ата-ананың балаға, баланың ата-анаға деген махаббат туралы. Одан кейін жаңа патриоттық сезді, тәуелсіздікке байланысты шартта Қазақстан, тәуелсіздік, егеменді елім менің деген әндерімізді мысалы, Арман қала Астана, мысалы, Астанамыз ауысқан кезде, мысалы, сол кездегі шыққан әндеріміз Азия дауысында. Махаббат туралы, енді ол шексіз ана туралы, әке туралы енді өздеріңіз жақсы білесіздер. 300-ден астам 400-ге жуық әндерім бар, бұйырса. Бәрекелді. Енді жаңа айтып қалдық қой, сіз өзіңіз бата бердіңіз деп, осы Түркістанға келгенде де бір әншілерге көзіңіз түсіп, жолын ашып,
бата беріп кетпедіңіз бе? Мені бата беріп талай рет талпынғам, себебі конкурстар ұйымдастырылса екен деген осы Түркістанда. Оған байланысты мынау қазір ғана өте керемет конгресс болды, акустикасын байқап өте бір керемет, сондай жақсы әсер алдым. Енді жаңа толқын осы енді шығатын шығар. Менің мынау ертеңгі Америкаға бара жатқан жолымда сол Достық көпірі. Алтын көпір деп айтсақ болады. Сол алтын көпірге ертең дайын балаларды осы жақтан іріктеп, кастинг жасап келешекте конкурс ұйымдастырып, соны апарсам ба деген үмітім бар әрине. Ол енді бірден бір егер біреудің өсіп өнуіне себепші болсаң, бұл үлкен Алла Тағаланың қалауы дейді. Енді біз аспаған асуларға, біз жетпеген жетістіктерге сол шәкірттеріміз жетіп жатса, нұр үстіне нұр болады деген ойым бар әрине, Құда қаласа. Сізге көптен көп рахмет. Енді мұхит асып бара жатырсыз. Қазақстанның көк туын сіздің желбірететіңіз біз үшін үлкен қуаныш. Сіздің әндеріңізді естіп біз өстік, осы күнге жеттік. Сізбен сұхбаттасып отырмыз. Енді бұдан кейінгі де 100 жылдықта да сіздің есіміңізбен бірге, әуеніңіз бірге біздің аспанда қалықтап, шалқып жүрсе, біз үшін ол үлкен қуаныш. Енді сізге ол үшін еңбектену керек. Жастар қайту керек, жастар. Қазірдің өзіне сіздің әндеріңіз қаншама тілге аударылып жатыр. Мұның өзі сіздің өшпейтініңіздің, өлмейтініңіздің айтып жатыр қазіргі белгісі. Енді сізге тілек айтқан оңайырақ па, жоқ әлде ән айтқан оңайырақ па? Мен ойлап отырмын, жалпы білмеймін, енді тәуелсіздігімізге орай, 30 жылдыққа орай айта беруге болады көптеген әндерді. Ән айтсам да болады, тілек тілесем де болады, енді әнді бұлай жіберсеңіздер де болады. Ендеше тілегіңізді? Тілек айтайын ба? Тілек айтыңыз. Енді тілек айтатын болса, мынау тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейтойына үлкен жақсылықтар басталып жатыр. Жақында ғана Қазақстан Республикасының құрметті азаматы деген атақ алып жатырмыз. Халық ел біліп атқан шығар. Қоғам қайраткер деген атақтар алып отырмыз. Жалпы Қазақстанда көп атақ алып отырмыз енді. Енді бұйырса мынау Америкаға барып тамдандырып сояқта қаласа, сояққа барып, енді сол менің арманым, мақсатым сол екі елдің арасын әнмен, творчествомен, өнермен байланыстыру, мәдени шоғырын ұйымдастыру. О жақтағылар, қазақтар болсын, басқа ұлт өкілдері болсын, осы Қазақстанға келгісі келеді, Түркістанды көргісі келеді, рухани астананы. Біз де барғымыз келеді, біздің жастарымызды мен таныстырмасқа ояқа. Сондықтан да болса, әрқашанда мынау тек қана елімізге аман-есен амандық, басымызға адалдық, елімізге байлық, денімізге саулық берсін, ең біріншіден. Әлемді үрейлендіріп келген жаңа жаман індеттен сақтап, әрбір шаңырақтан қалаған періштелердің даусымен жақсы, қуанышты, бақытты күндер болсын. Үлкен рахмет, бізге уақыт бөліп келгеніңіз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Жолыңыз болсын дегіміз келеді. Әсем әндерді тағы да біз тыңдай берейік. Жақсы, құрметті көрермендер, бізбен бірге эфирден алыстамаңыздар. Құрметті көрермен, біз әрмен қарай эфирімізді жалғастырамыз. Тікелей эфирде жаңа толқын ақпараттық сауықтық бағдарламасы. Бүгін біз сіздерге арнайы күн сауалын жолдаған болатынбыз. Бізге кері байланыс орнатып, оқырмандар, көрермендер бізге бірнеше жауап жазған екен. Соларды оқып жіберсек. Ендеше мен оқи кетейін. Асыл айым деген біздің көрерменіміз жазыпты. Маған үй жануарларынан күшік ұнайды. Мен үйімде күшік асыраймын. Ол менің досыма айналғандай. Жат адамдардан сескеніп, өзін қорған сезінеді. Әр қылығы сүйкімді дейді. Келесі бір көрерменіміз тағы жазған екен. Үй жануарларының бәрі бар. Бұлайша бәрін ұнатамын. Ішінде ерекше қой малын ұнатамын. Экзотикалық түрлерінен түйеқұстар, бөдене және тауыстарды, яғни павлиндерді ұнатамын дейді. Менің өмірім солармен бірге. Бірақ бұл дүние қоңыздық емес. Негізгі мамандығым құрылыс дейді. Вау, құрылыс саласында жүріп, осындай құстардың түр-түрін жазыпты. Тағы бір оқырманым жазыпты. Үйде мысық асыраймыз, өте таза болғандықтан дейді. Әрі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сүйікті жануары болған соң мен оны жақсы көремін дейді. Бәрекелді, осындай оқырмандарға, біздің көрермендерге жауап жазып жатқан үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Сондай-ақ бүгін біздің студиямызға қонағымыз келіп жайғасқан болатын. Бізге бағана әріптесіміз тікелей байланысқа шыққан тәуелсіз елдің аналары байқауының ұйымдастырушысы Олжалғас Мұстафаева ханым және де Олжалғас Шілдебаева. Қош келдіңіз. Бүгінгі көңіл күйлеріңіз қалай?
өте керемет. Өте бір мазмұнды, сондай бір жоғары бағаланатын іс-шара ұйымдастырып жатыр екенсіздер. Сол іс-шара туралы бастасақ? Мен өмір бақи өнерде жүрген адаммын. Түркістанның мәдениетін 17 жыл басқарғам, енді қазір зейнеткермін. Әйелдер алқасының төрайымын. Сол себепте мен қарап жатпай қоғамға пайда тисін деп, мынау егеменді ел болғанымызға 30 жыл болды. Тәуелсіздігіміздің тұғыры жоғарыдан байрағымыз желбіреп тұрғанда, біз неге сол салт дәстүрімізді қайта жаңғыртпасқа деп, осы қолынан өнері келген қыздарды шақырып, бүгін таңда керемет шара өтті. Жалпы осы шараны өзіңіз қандай деңгейде бағалайсыз? Бүгін өткен шараны мен өте жоғары деңгейде 10 балдық қоямын. Бірнеше жыл бас мәдениетті басқарған адамның 10 баға қоюының өзі қандай керемет. Өйткені қасымда отырған Олжалғас қызым бар, Үміт бар, жаңағы Мереке, әрқайсысы әртүрлі саланы меңгерген қыздар. Керемет, енді ана келген көрермендер, оқушылар, оларға берерім ол. Мына Олжалғас әнші, актриса болғанмен, бұл қыз жылқыны әбден баптап, қымызды ыстап, аттың құлағында ойнайтын адам. Бұдан 3 жыл бұрын Түймебаевтың қолынан облыс көлемінде болған жылқы туралы сайыста. Қымыз мұрындық деген. Қымыз мұрындық сайыста жылқыны жеңіп алған. Бие жеңіп алған. Қазір 2 қолында болыпты. Қандай керемет. Ал Үміт деген қызымыз, ол табанында көміп жатыр. Ежегей жасап жатыр, ата-бабамыздың ұмыт қалып кеткен. Көбінде пісіп жатыр, дерменді де тартып жатыр. Қол өнер шебері, киімді де тігеді, кілемді де тоқып жатыр. Мереке жақында Алматыға барып медаль алып келді. Өткенде осы телеарнада болған ол қызымыз кәдімгі жүннен, түйенің жүннен, қойдың жүннен әртүрлі киімдер, сырт киімдер жасайды, сырмақтар жасайды. Соның бәрін мен көрсеткім келді елге. Жастарға тәрбиелік мәні болсын деп. Керемет. Енді тағы бір сұрағымызды қонағымызға қойғымыз келіп отыр. Олжас апай, жалпы енді қыздың 2 қолы епті деп жатады. Жалпы бүгінгі шараға өзіңіз қатысқан екенсіз. Жалпы бүгін қандай өнім немесе зат ұсындыңыз шарада? Әлде ән айттыңыз ба? Ән де болды, ол жерде жаңағы салт дәстүрді дәріптеуде болды. Және де соған қоса мен қымызды баптаумен келдім негізінде. Сол қымызды қалай баптап, қандай түрлері бар, соның бәрін көрсеттім. Сол жерде жаңағы келген қонақтарға ұсындым. Бүгінгі алып келген қымызым негізі жуас қымыз деп аталады. Ол жуас қымыз дегеніміз әптен ашыған, ашып бабына келген қымызды және де оған саумалы құйып, әптен сапырып, жуастады. Және де ыстайды. Ол ыстаудың өзі неше түрлі әдісі бар. Мен күбіге ыстаймын, оны күйготпен немесе жаңа жусанмен ыстап жатамыз. Бірақ мен бұл жол күйготпен ыстадым. Сол ысталған тұрғаны, сонда сіз қазір өзі мен сізді талай жерде сахнада әніңізді тыңдап жүрміз, көріп жүрміз. Үйде кәдімгі күнделікті тіршілікте сіз сонда кәдімгі қымыз баптап, күбіге пісіріп сөйтіп жүрсіз бе? Үйге барсаңыз көресіз мен қандай екенімді. Бүгін Олжалғастың сахналық қойылымында бір үлкен сахналық қойылым жасады. Қымызын сапырып отырып, үйіне қонақтар келіп, жаңағы салт дәстүріміз бойынша қызы бар үйге бұрында жаушы келгенде білдірмей, жаңағы қызының отырған жеріне бір бізді шаншып кеткен. Біз шаншыр деген. Қызына ел салып кету деген. Сондай салт дәстүрді көрсетті. Ғажап. Сонда қазір соның барлығын үлгеріп жүрсіз. Ол қымыздардың дәмін мысалы көрермендер, басқалар сізден бір арнайы тапсырыспен ала алады ма? Әлде тек үйіңізге қонақ болып барғандар ғана дәмін тата ала ма? Негізі мен сатпаймын. Үйге қонақ болып келгендер дәм тата алады. Былай өткен естіп жатады, біздің үйде қымыз бар екен. Сол келіп қымызды ішіп жатады. Бірақ бұрын осыдан 2 жыл бұрын негізі біз қара күзге дейін ұстайтын тұғымыз. Қазір енді кішкене уақыттың несіне байланысты кішкене ертерек жіберіп қойып жатырмыз биені. Қазіргі таңда. Осы қара күз дегеніміз осы желтоқсан айының бір 20-ларына дейін ұстаймыз. Ол кездегі қымыздың дәмі өте керемет болады. Маңызы күшті болады. Негізі қымыздың өзі неше түрлі ауруға ем ғой, 41 ауруға ем деп жатады ата-бабаларымыз. Бұрынғы ата-бабаларымыз осы қымызбен тек
өмір сүрген ғой, ешқандай ауырмаған, сыздамаған. Кешегі өткен пандемияның уақытысында да. Жаңа ғана Марат Омаров коронавирус кетті деп айтқан әнді шығарған композитордың өзі де сол кездері мысалы осы қымыз ем деп те айтып жатты. Ол коронавирустың шығуы да осы бір көктем мезгіліне сай келді. Сол уақытта осы жануарлардан өзі саумал алынып жатқан кездер еді. Иә, мен сол кезде ерте көктемде ұстадық біз. Сол кезде басталды деп жатты коронавирус. Бірақ енді өзіміз қатты ауырған жоқпыз. Бір аунап тұрдық енді. Әрине, сіздер енді сондай бір табиғи нәрдің ортасында. Бүгінгі біздің шарамыздың басы үлкен осы қыздардың бәрі атқа мінеді, менің қатысып жатқан қыздарым. Өзіңіз ше? Сол, мен де атқа мінемін. Атқа мініп, бәріміз етін ауылға келіп, сол жерде қымызды жалғасы астататын болғанбыз. Бірақ енді мынандай шара өте көп болды. Содан шамалы үлгермедік. Сөйтіп Фарап кітапханасында әкімнің қолдауымен мынау киелі қасиетті Түркістанда аңыз қалаға айналып жатқан, облыстың орталығы болып жатқан күнде 9 жолдың торабы. Біздің әр баламыз инноватты, мейірімді, білімді болу керек. Білімменен мінез сәйкес келу керек. Сол себептен ата-бабамыздың аңсап бүгінгі қол жеткізген тәуелсіздігін осылай жалғау үшін жастарға тәрбиелік мәні болсын деп бүгін бастадық шарамыз. Енді сол шараның кішігірім бөлігін бізде осы арнайы біздің көрермендер үшін көрсете аламыз. Жаңа өзіңіз айтып өткен қыздарыңыздың бірі Үміт те осы студияда екен. Ендеше студиямыздың келесі бөлігіне өтіп, таныстырылымын жасасақ, сіздің қымызыңыздың да дәмін тата аламыз ғой? Әрине. Бәрекелді Айдар, ендеше барып көрейік. Сәлеметсіз бе, Үміт апай? Саламатсыз ба? Сіздің нан таба жабады, басқан да істейді, бәрін көрсетіп жатыр дегеніңізді естіп, біз енді таңғалып жатырмыз мына жақта. Әрине, енді әйел адам бір қолымен бесік тербетсе, бір қолымен әлем тербетеді. Өзіміз қанша жерден жаңа жұмыс басты болғанменен өзіміздің осындай қолдан жасалған өнімді істеп бала шағамызбен жеуге тырысамыз әлі де. Бәрекелді. Мына өнімдердің барлығын бұрын тек қана ауылдан көретінбіз, иә? Ғажап, бүгін біздің Түркістанның төрінен де көріп табиғи денсаулыққа пайдалы. Барлығы өзімнің қолымнан жасалған өнімдер. Сіздің қымыз, иә? Жуас қымыз. Сіздің өз қолыңыздан ішейікші, дәл осындай қымызды. Мына жерде осы бүгін іс-шара барысында нанды осы сол кезде пісірдіңіздер ме, әлде қалай? Бұны үйден дайындап алып келдік, жаңа кәдімгі шоққа піскен табанан дейді. Шоққа піскен табанан деп айтылады. Дәмін көрсеңіздер болады. Отқа шоққа піскен дәм өте дәмді болады ғой. Иә. Алдымен ер азамат қарсынайын. Қазір мына жерден. Жуас қымызды ішіп сусындаңдар. Дәмі шынымен де бір ауылымыз еске түсіп жатқан сияқты. Қымыздың сапырылған дауысы. Бұл жуас қымызды дайындау үшін қанша күн қажет мысалы? Қанша күн болғанда қатты ашытылған 2 апта, 3 аптада ашылады, қатты ашытады өзі. Содан кейін соны қатты сапырып, немесе күбіге піскілеп, одан кейін барып саумал құямыз үстіне. Сонда барып қымыз жуас дейді, әптен ашуы қайтады да. Сол сөйтіп барып қымыздың дәмі расымен де басқа қымыздарға басқаша екен. Ежегейіңді жасай бер, ата-бабамыздан қалған. Жаңа айтпақшы, иә, сіз бір ұмыт болған дәстүрдің бір түрін айттыңыз тағамның. Ежегей жасайды қолменен. Қолмен. Оның ішіне құрамына не қосасын айтып отыр. Иә, мінекей бұл ежегей деп айтылады. Қазіргі таңда бұны біреу білсе, біреу білмейді. Ұмыт болып бара жатқан ұлттық өте құнды тағамдарымыздың бірі. Бұл жаңағы сүзбеменен ірімшіктің майдасын араластырып, керегінше тұз қосып, бұны осы... Мен де жасап көрсем болады? Болады, әрине болады. Осылайнан? Иә, осылай қаттырақ қысамыз. Қаттырақ, иә? Сөйтеміз да, мынау құрт сияқты, шынымен де. Шықтаға жаямыз. Бұны осы күйінде пайдалансақ та болады. Сосын күннің көзіне, желдің өтіне кептіріп, бұны бірнеше ай, керек десеңіз бірнеше жыл сақтауға да болады екен құрт өнімдерін. Ол ескірмейтін ұлттық тағамдарымыздың бірі. Бұрынғы ата-бабаларымыз жаңағы аттың қомында жүрген ғой. Сол кезде аналарымыз қоржындарына осы құрт, ірімшік, ана жерде жентіміз бар. Ашымайтын, сасымайтын, ұзақ жолға шыдамды тағамдарды салып беріп отырған екен. Иә, дәл солай. Дәл солай азық қылған екен. Жалғас апа, енді осындай іс-шара біз үшін, басқалар үшін де маңызы зор. Осындай қыздарды іздеп жүріп таптыңыз ба?
Мен өмір бақи өзім билегем сахнада, 9 мемлекетте өнер көрсеткем. Сонда көшеде жүрген кезде бір сұлу қыз көрсем қасынан өте алмайтын әдетім бар. Енді өткенде мен Сауран ауданына барып, сол жерде Сауран ауданы деген өзіміздің Түркістан ғой енді. Сол жерде киіз басудан жарыс болды. Сол жерде мен үмітті байқадым. Сіз демек Сауранда? Сауран ауданы. Мен өзім туған ауылым бірге бір ауылдан біз екеуміз. Одан жаңағы мереке сол жерде екеуміз жюри болдық. Әділ-қазылық еттік. Мерекенің үстіне қарасам, жаңағы киімін киізден өзі істеп алған екен. Бәрекелді. Сіздің көзіңіз жай түспейді екен, иә? Мен өзі сразу білемін де, қыздарды көремін де, қайсы қандай қыз екен деп. Ол жалғас өзімнің Китайынан тәрбиелеген қызым. Бәрекелді. Тағы да бір екі қызым бар еді, біреуінің анасы науқастанып қалды да, сол өзі кішкене. Бүгін сахналық қойылым бар, ана премьерада спектакль бар болып шыға алмай қалды. Сонымен қалғандары. Біз тағы да ертегі айтқыздық. Атана балаға ертегі айту керек екен. 6 жас пен 12 жастың арасында баланың санасын сондай ертегімен, аңыздармен, қиссалармен, дастандармен толтырса, ол өскенде бала өте білімді, керемет болып өседі екен. Жалпы қазақ бұрыннан осы ертегілерді, дастандарды оқып отырып, сол ертегі арқылы, ертегінің оқиғасының желісі арқылы жалпы балаларға тәрбие берген. Халықтық педагогика деген содан шыққан. Біздің де осындай тәуелсіз елдің аналары қазіргі таңда қанша жерден заманауи технология дамыды десек те, біздің заман жаһанданудың дәуірі десек те, бізге қазіргі таңда осындай салт дәстүріміздің жаңғырып, жаңдандырып жүретін аналар қашанда керек. Сіздерге бүгінгі эфирімізге келіп, осындай ауылдың дәмінен дәм татқызғандарыңыз үшін Олжалғас ханым сізге де, Үміт апай сізге де, бізге бір осындай керемет көріністі студияға алып келгендеріңіз үшін алғыс білдіреміз. Осындай іс-шаралар көбейе берсін дегіміз келеді. Сіз енді зейнетке шықтым демей, осылай біздің ортамызда жүре беріңіз. Осындай іс-шаралардың бастамасы, әрқашан бастаушысы болып жүре беріңіз. Сізден бір кішігірім тілек алсақ, сіздің батаңызды алайық. Мен бұндай өнерді көрсем, жан дүнием жасарады, рахаттанам. Бүгін шараның өткеніне сондай қыздарым сахнаға шығып, бәрін көрсеткеннен кейін мен содан нәр алам. Ана қанша адамға соның пайдасы тиеді деп. Біз аналар үйде тыныш жатпай, қоғамда ең құрғанда есіктің алдында бір тал еккізіп, соған су құйғызып, киелі қасиет Түркістанды дамуына үлес қосайық. Мынандай әдемі қыз келіншектер күнделікті. Мынау күнде базардан барып сүт сатып алмай, өзі сиыр сауып, ананың бәрін жасап, өзінің балаларына табиғи өнім беріп жатыр. Жақсы. Олжалғас әнін айта жүріп, жаңағы қыбызыменен қазақтың салт дәстүрін дәріптеп жүр. Бұндай қыздардан айналасын. Біз де сіздердей аналардан айналамыз. Үлкен рахмет. Құрметті біздің телекөрермендер, сіздерге бүгінгі біздің шығарылым бойында бізбен бірге болғандарыңыз үшін, кері байлас орнатқандарыңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермендер, ертеңгі дәл осы уақытта сағат 16:00-де көріскенде бізбен бірге болыңыздар. Ендеше біз сіздермен қоштаспаймыз, тек қана келесі жүздескенше дейміз. Жаңа толқын бізбен бірге бір толқында болыңыздар.